Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Мақтаншақтық, ана сүтіне 1 миллион теңге берген құдалар жұрт сынына қалды. Қызға сырға салу рәсімінде ана сүтінің ақысы ретінде бойжеткеннің анасына 1 миллион теңге берілді. Ал қызға 18 каратты гауһар тасы бар сырға мен жүзік тағылды деп хабарлайды Экспресс.ка. Сырға салу рәсімінің видеосын TikTok қолданушысы жүктеген. Онда құдағи қыздың анасына ана сүтінің ақысы ретінде қорапқа салынған ақшаны ұстатады. Құдалар тарабы өзге де кәделерін ұмыт қалдырмаған. Ана сүтіне 1 миллион теңге, сосын мынау кәделері бауыздар, шай құяр. Сосын екі әжесіне де сыйымыз бар, деді сырға салуға келген тарап. Тағы бір видеодан бойжеткенге 18 каратты бриллиант сырға мен жүзік тағылғанын көруге болады. Автордың жазуынша құдалар қыздың қалың малы ретінде 3 миллион теңге берген. Видеоны көрген желі қолданушыларының бірі ананың ақ сүтіне қанша ақша берсе де жарасатынын алға тартып, жастарға бақыт тіледі. Ал енді бірі бұл мақтаншақтық деп сөкті. Сол берген ақшаны 2 есе етіп қыздың артынан дүниесін алып барады ғой. Қазір 1 миллионға дым келмейді. Бар болса бергенге не жетсін? Жастар бақытты болсын. Ертең соны міндет қылмасын. 1 миллион деп қайта-қайта айта бергені мақтанғаны ма? Түк көрмеген мақтаншақтар-ай. Қызын сатып жатыр ғой мыналар. Мәссаған 1 миллион теңге. 7 жыл бұрын 30 мың берген. Құдағилар тату болса мынандай шашылу болмайды. Елге әйтеуір мақтанып қалу ғой, деп жазды желідегілер.